Батыс Қазақстан облысының Шығыс ауданында Шыңғырлау деген ел бар. Жермаясына мініп жерұйықты іздеген Асан Қайғаның отаны осы Шыңғырлау деседі. Өткен жылы ата-баба рухына арнап осы ескерткіш бой көтеріпті. Ескерткіште қарға бойлы Қазтуғанның Асан Қайғы көшкен жер Шыңғырлау торы атпас еді. Қыземшекті Саршоқы осы судың қасы еді. Асан Қайғы туғанның бөлінген жері осы еді деген жыр шумақтары келтірілген. Осы үзіндегі жер су атаулары әлі күнге дейін Шыңғырлау ауданы аумағында өзгеріссіз қолданылып келе жатыр. Ақ жайықтың ресейге ашылатын қақпасы саналатын Шыңғырлау ауданы облыс орталығы Орал қаласынан 225 шақырым қашықтықта орналасқан. Ауданның жер көлемі 7,2 мың шаршы шақырымға созылған. Шыңғырлау даңқты қолбасшы Дабун Бөкенбай Баһадүрдің, оның ұрпақтары тіленші Жоламан батырлардың ауданы. 15 мыңдай халқы бар түрлі ұлт мекен еткен аймаққа айналған. Ауданның Шыңғырлау атауы туралы ел аузында түрлі аңыз-әңгімелер болмаса, нақты зерттелген тарихи деректер жоқтың қасы. Бағзы заманда ауыл ақсақалдары жерге құлағын төсеп, жер құрылымын, судың қашық жақындығын мен су қорын біліп отырған. Сөйтіп кейде тегіс даладан, кейде қыр басынан немесе тау ұшынан шыңырау құдықтар қазып отырған екен. Бүгінгі осы құдықтардың шын мәнінде болғандығын дәлелдейтін орын іздері осы аймақтан кездесіп отыр. Шыңғырлау атауы да осы терең құдықтарға қатысты шыңғырлау деген сөзден шыққан деген пікір шындыққа жанасады. Өйткені Шыңғырлау төңірегінде таза лабораториялық сарапқа сай су көзі тек тереңнен алынатыны дәлелденіп отыр. Алысқа бармай-ақ осы ауылдың ішінде тұрғындар арасында Мауыл құдығы аталып кеткен құдықты алуға болады. Осындай құдық аудан іргесіндегі Ақсоғым нүктесінде де бар. Екеуі де айтарлықтай терең ақ, толық мәнінде шыңырау құдық деп айтуға болады. Ақ жайық өңірінде Қырықоба атты атақты кешен бар. Қара археологтардың тонауына ұшырап, бүлінсе де қазіргі көрінісінің өзі көрген жанды таңғалдырады. Жап-жазық далада қолдан тұрғызылған мың ғасырлық төбені ғалымдар дала пирамидасы деп дәл айтып жүр. Дәл осындай далалық пирамидалар алқабы Батыс Қазақстан облысының Шыңғырлау ауданында орналасқан. Кеңес билігі кезінде Лебедевка аталып, енді ғана Сегізсай, Есенамантау деп байырғы атауын алып жатқан шағын алқапта 350-дей оба бар екен. Бүгінге дейін бұл обалардың 150-дейі қазылып зерттелген. Сегізсай алқабы скиф сармат мәдениетінің ерекше ескерткіштері сақталған ғажайып мекен. Мұнда сарматтардың тарихының 1000 жылдық кезеңін қамтитын обалар сақталған. Сегізсай алқабына сармат патшалары, билеушілері, бақсылары жерленіп келген. 1966 жылдан бері жүргізіліп келе жатқан бұл қорымнан табылған археологиялық жәдігерлер қаншама. Мұндағы табылған алтын бұйымдардың сапасы өте жоғары. Сынамалары 900 және 950-ге дейін жетеді. Сол Сегізсай обаларынан табылған алтын бұйымдардың жалпы салмағының өзі 50-60 келіге барады екен. Сегізсайдағы обалардың дәрежесі ғылымда Филиппов, Елек, Покров кешендерінен кем емес дейді ғалымдар. Бұрын 350 обаға жуық обалар бар деді қой. Соған қарағанда осы жерде сармат тайпаларының өмір сүрген дәлелі ол бір. Яғни олар сол жерге 350-ге жуық оба болып сол жерлеу рәсімін ұйымдастыратын жер болғандықтан мен ойлаймын, осы жерде олардың бір қонысы болды үлкен. Себебі 350-ге жуық обаның ішінде бірнеше мәйіттерден бар. Соған қарағанда олардың қоныстанған қалың елі осы біздің Шыңғырлаудың аймағында болды. Ендігі мәселе жаңағы солардың қоныстанған орнын немесе қаласын іздеп табу болып отыр. Қазір мен әлемдегі ең кішкентай сарқыраманың қасында тұрмын. Сарқыраманың суы өте таза және мөлдір. Тіпті маған судың астындағы тастар да көрінеді. Бұл судың емдік қасиеттері көп түседі. Сондықтан да жаз кезінде, тіпті жаз мезгілдеріне қарамай, осы жерге келетін демалушылар саны көп екен. Өңір көркімен көз суырар табиғат сұлулығына ие өлке. Бұл өлкені әрбір сай саласы, жыра төбесі басынан талай тарихты өткізген, талай оқиғалардың куәсі болған. Тарих қойнауынан қол бұлғап, туған жер төсіне жайғасқан таулары, көкорай шалғынмен көз ең қандырар көктерегі, қарағашы мен аршасы, аралас өскен жидек пен жемісі бар жайлы қоныс. Шыңғырлау ауданының 7 керемет аталатын Торатпас тауы, Сарқырама, Аққұм, Шоқайтерек, Қыземшек тауы, Елек өзені, Қонақай көлі ел мекендері осыған дәлел.
Сарқырама өзені Шыңғырлау ауданының әсем жерлерінің бірі. Өткен ғасырдың 30-шы жылдары ауылдан бірнеше шақырым жерде бұлақ пайда болыпты. Суды сақтап қалу үшін қариялар бөгет салуға ұсыныс жасап, тұрғындар топырақ тасып, ағын суды бөгеп, бірте-бірте құм арасынан өзен пайда болған. Сарқырама жайлы аңыз көп. Осы жерде ертеде Салиха есімді сұлу болыпты. Оған түсінде бұлақтың көзін аш және оны ешкімге айтпа деген аян беріледі. Алайда сырын анасымен бөліскен бойжеткен кешікпей көз жұмады. Сонан кейін Салиха сұлу халық аузында Қызаулие атанып кеткен. Қызаулие қабірі қазір бұлақтың басында таяқтасам жерде тұр. Мешіт салдырып, медресе ашқан Нұрмағамбет Болыскин 1898 жылы осы жерден бөгет салады. Сарқырама солай пайда болады. Төңіректе бұл тарихты білмейтіндер кемде-кем. Шырайлы Шыңғырлау жұмбақ пен ғажайыпқа толы. Ен далада орналасқан осы тауды көргенде айтарға сөз таппай қаласың. Бұл Торатпас. Тілеген Кенжетайұлы Еділ мен Жайық туралы аңызда Торатпасы тауы туралы айтылған. Неліктен біз қазіргі кезде осы аттың бейнесін көре алмаймыз? Сұрағын өте дұрыс. Енді мен оған жауап беріп көрейін. Жалпы ел аузында Еділ мен Жайық аңызынан басқа халық арасында кең тараған аңыздың варианттары көп. Шыны керек, 1970 жылдарға дейін осы тауды көргенде алыстан жаңағы жылқының бейнесіне ұқсайтын табиғи бір құбылыс болған. Бірақ өкінішке орай 74-78 жылдары Совет үкіметінің гүрілдеген уақыты осы айналадағы елді мекендерде құрылыс жұмыстары жүргізілгенде сырттан келген жаңағы жұмысшылар осының басына динамит орнатып тау тастарын, бор тастарын жарып, соны құрылысқа пайдаланған. Аталған жағдайды тоқтату үшін ауылдың Язид деген ақсақалы сол кездегі мәдениет министрі Фурцеваға хат жазған. Содан кейін ғана құрылыс кезінде табиғи мұраларға залал келтірмеу қажеттілігі туралы бұйрық шыққан. Бүгінгі Торатпас бейнесі сол 78 жылдан қалған бейне. Әдемі де айбарлы тау баурайында бүгінде көкпар, ұлттық ойындар сияқты мәдени шаралар өтеді екен. Басының орналасқан жерінің қолайлығын айтсаңызшы. Ауылды жиектеп, жағалап ағатын Шыңғырлау өзені, жағалай мұнартқан тау сілемдері, шырайлы шалғын, көрікті жайлау. Абсолют биіктігі 211 метр. Торатпасы эндемикалық және жойылып бара жатқан өсімдік түрлеріне пана болуымен қатар эстетикалық құндылығы жағынан ғажайып, қайталанбас табиғи нысан, қолмен қашаған алып табиғат туындысындай Торатпас тауы бабалар мұра еткен киелі бойтұрмаш іспетті. Халық арасында Торатпас пен қыз-емшектер Қобыланды батыр қылышын қалдырған, Шыңғырлау өзенінен Асан Қайғы бабамыз Желмаясын шөлін қандырған деген сөз қалған. Ауданда шағын және орта кәсіпкерлік бағыты жақсы дамыған. Кәсіпкерлік нысандар көбінесе сауда-саттық және халыққа қызмет көрсету қызметтерімен айналысады. Аудан бойынша қазіргі күнде 723 кәсіпкерлік шағын тіркелген, соның 649-ы белсенді жұмыс істеуде. 25 шағын цех бар, өңдейтін. Олардың ішінде пластиковый терезе шығарады, ағаш өңдейді, байпақ басатын, қыз жасауы бар, марфуға тігін цехы, және Аружан кондитерлік цехы бар. Шыңғырлау өңірі табиғаты мал өсіруге, сонымен бірге егін егуге де қолайлы. Ауданда ет шаруашылығын дамыту мақсатында ірі қара мал, қазақтың ақбас сиыры, көшім жылқысы мен еділбай қойы өсіріледі. Аудан шаруалары әсіресе соңғы 1-2 жылда ангус тұқымындағы малдар бастарын шетелден әкелуде. Ауданның ерекшелігі, аудан территориясында жалпы барлық жерлерде өзен, көлдер көп. Соның арқасында мал шаруашылығында өте қолайлы жағдай туады деп ойлаймын. Алыс отгонный животноводство айналысатын алыс нүктелерде мал бағататын. Барлығы деген Елек өзені, Шыңғырлау өзені, одан басқа Жанакүш су бөгеті, Шаңды, Жыланды айта берсе көп. Сондай су бөгеттерінің бойында мал шаруашылығы нүктелері орналасқан шаруа қожалықтардың. Шыңғырлау Батыс Қазақстан облысы өмірінде өзіндік орны бар мекен. Тарихы тереңге тартқан киелі өңір сырын аз ғана уақыт ішінде ашу мүмкін емес. Қуантатыны аудан туризм саласына ерекше көңіл бөледі. Бұнда Асан Қайғы бабамызға ғылыми конференция, далалық археологтар симпозиумы, қазақ даласының ұлы мәдениет атты фестивалі өткен. Өрісі малға, қойнауы қазынаға толы Шыңғырлау өлкесі өзіне келген қонақтарды табиғатымен қоса таң ғажайып аңыздарымен де таң қалдырады. Шыңғырлау ауданы Орал өңіріндегі
туризмді насихаттауға белсене кіріскен аудандардың бірі болып табылады. Келешекте осы өлкенің ырысы тасып берекесі артады деген сенімдемін. Менің отанның тарихы осындай.